Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен мөлдір. Бүгін біз сіздермен дәмі өте ерекше, құрамында апельсин және де жалбыздың дәмі бар өте дәмді ассорти компотты бірге дайындаймыз. Ең алдымен бізге қажетті жеміс жидектерді жақсылатып жуып тазалап аламыз. Бұл жерде менде слива, өрік және апельсин. Және де банкының қақпақтарын осылай ыстық суда 3-4 минут қайнатып аламыз. Ал барлық банкілерді жақсылап тазалап жуып және стерилдеу үшін буға ұстап қажет емес, дәл осылай қайнап тұрған ыстық суды құйып шамамен 5 минутқа қалдырамыз. Сондай-ақ миятамызды жақсылап жуып дайындаймыз. 5 минут уақыт өткен соң банкадағы артық суларды төгіп, ішіне бірден компотты жаба берсеңіздер болады. Яғни аздаған өрік, слива барлығын қосып, ең соңынан апельсин осылай жуан етіп туралған бір тілімімен жалбызымызды қосамыз, яғни миятаны қосатын боламыз. Мінекей, енді дәл осы құрамның үстіне қайнап тұрған ыстық суды толтыра құямыз. Және дәл осы күйінде 20 минут немесе жарты сағатқа қалдырамыз. Дәл осындай қалпақтың көмегімен кигізе отыра ішіндегі суды жарты сағат уақыт өткен соң үлкен кастрөлімізге құйып аламыз да қайта тағы бір қайнатамыз. Сол кезде біздің жеміс жидектеріміз жақсы стерилденеді. Мінекей, мен бір кастрөлге сыймаған соң жанында шағын кастрөлерге де құйып қайнаттым. Ары қарай біздің жемістерімізге 1 стақан тола қантымызды саламыз. Қалауыңызша бұдан да көбірек істесеңіздер болады. Компотты ашқан кезде бірге бір су құйып іше берсеңіз болады. Мен осы бір күрішке қант қана салдым. Яғни компотымды ашқан кезде тәттілігі су құятындай өте тәтті болып кеткен жоқ. Дәл осы бірден ашып іше берсеңіздер болады. Ең соңынан осылай жапқыштың көмегімен банкымызды жақсылап бекітіп жауып аламыз. Осымен біздің компоттарымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, ерекше компот. Кәдімгі құр жемістерден қарағанда осы апельсин мен миятаны салған осындай компоттың дәмі маған қатты ұнады. Мінекей, ең соңынан осылай дұрыс жабылғандығына көз жеткізіп аунатып көреміз, және түбінде осындай қант болады. Сол қантты толық ерігенше осылай шайқайтын боламыз. Толық еріген соң банкілерді төңкеріп, бетін жауып, бір түнге тыныштыққа қалдырамыз. Осымен біздің компотымыз дайын. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.